Вилаят Хорасан 21 ғасырдағы ең қауіпті экстремистік ұйымдардың бірі. Ислам мемлекетінің Хорасан уляяты орталық және оңтүстік Азия аймағындағы тұрақтылыққа елеулі қатер төндіріп келеді. Бұл ұйым тек қарулы шабуылдармен ғана емес, интернет арқылы жүргізіп жүрген үгіт-насихаттары, радикалды идеологияны таратуы, жастарды арбау тәсілдері арқылы да қауіпті. Вилаят Хорасан 2015 жылы Ауғанстан аумағында құрылған. Ұйымның негізін Пәкістандағы Техрике, Талибан, ауған талиптері және радикалды топтардың бұрынғы мүшелері құрады. Олар өздерін ИГИЛ ұйымының аймақтағы ресми бөлімшесі ретінде жариялап, Хорасан атауын тарихи діни ұйым ретінде қолданады. Тарихтағы Хорасан ұғымы қазіргі Ауғанстан, Пәкістан, Иран және Орталық Азияның кей бөліктерін қамтыған. Радикалды топтар осы тарихи атауды пайдалану арқылы өз әрекеттеріне жалған діни сипат беруге тырысады. Вилаят Хорасанның басты мақсаты радикалды идеологияны таратып, өз ықпалын кеңейту. Ұйым зайырлы мемлекеттерді мойындамайды және қоғамды күш қолдану арқылы өзгертуді көздейді. Сарапшылардың пікірінше, ұйым көбіне діни сауаты төмен жастарды, әлеуметтік қиындық көрген адамдарды, интернетті белсенді қолданушыларды, психологиялық қысымға ұшыраған тұлғаларды нысанаға алады. Әсіресе әлеуметтік желілерде жалған діни уағыздар, эмоциялық видеолар және әділет орнату секілді ұрандар арқылы адамдарды өз қатарына тартуға тырысады. Вилаят Хорасан Ауғанстан мен Пәкістанда көптеген қанды шабуылдар ұйымдастырған. Мәселен, Кабулдағы мешіттер мен мектептерге жасалған шабуылдар, ауруханадағы террорлық әрекеттер, бейбіт тұрғындарға қарсы жарылыстар, әуежай маңындағы жанкешті шабуылдар бар. 2021 жылы Кабул әуежайында болған жарылыс халықаралық қауымдастықтың алаңдаушылығын күшейтті. Шабуыл салдарынан ондаған бейбіт тұрғын мен шетелдік әскери қызметкерлер қаза тапты. Ұйым қаржыны бірнеше бағыт арқылы табады, яғни заңсыз кен өндірісі, қару-жарақ саудасы, контрабанда, бопсалау, жасырын қайырымдылықтар. Кейбір халықаралық зерттеулерде ИГИЛ табиғи ресурстарды заңсыз сатып, аймақтағы тұрақсыздықты қаржылық табыс көзіне айналдырғаны айтылады. Қазіргі таңда экстремистік ұйымдар қарудан бұрын ақпараттық ықпалға көбірек мән береді. Телеграм, TikTok, Facebook секілді платформаларды пайдаланып үгіт материалдарын таратуға тырысып жүр. Олар жалған діни түсіндірмелер береді, қоғамға қарсы өшпенділік тудырады, жастарды қаһармандық идеясымен алдайды, зорлық-зомбылықты ақтауға тырысады. Мамандар мұндай контентті көрудің өзі адамның психологиясына әсер етуі мүмкін екенін ескертеді. Қазақстан зайырлы мемлекет ретінде діни тұрақтылық пен қоғамдық келісімді басты құндылықтардың бірі санайды. Сондықтан радикалды идеологияның алдын алу маңызды міндеттердің бірі. Осы ретте жастардың діни сауатын арттыру, сыни ойлау қабілетін дамыту және интернеттегі ақпаратты тексеру мәдениетін қалыптастыру экстремизмнің алдын алуда маңызды рөл атқаратынын түсіндіруіміз қажет.